Сәлеметсіз бе, студенттер? Бүгін сіздерге электр машиналар мен трансформаторлар пәнінен асинхронды қозғалтқыштың генератордың жұмыс принципі тақырыбы бойынша бейне сабағымды ұсынамын. Бүгінгі сабағымызда асинхронды қозғалтқыштың құрылысын, жұмыс істеу принципін, схемаларда белгіленуін, статор орамаларының жалғану түрлерін, асинхронды қозғалтқыштың сырғанауын және пайдалы әсер коэффициентін, генератордың құрылысын және жұмысын қарастырамыз. Электр қозғалтқышы дегеніміз электр энергиясын механикалық энергияға түрлендіруге арналған құрылғы. Айнымалы токтың электр қозғалтқышына синхронды электр қозғалтқыш, асинхронды электр қозғалтқыш және коллекторлы электр қозғалтқыштары жатады. Соның ішінде бүгін біздің қарастыратынымыз асинхронды электр қозғалтқышы. Электр қозғалтқыштарының ең көп тараған түрі 3 фазалы асинхронды электр қозғалтқышы. Оны орыс электригі Далева Добровольский жасаған. Асинхронды қозғалтқыштың жалпы құрылысы көрсетілген. Статор өзекшесі, ротор өзекшесінің орамасы, клемма қорабы, клеммалар, статор орамасы, ротор білігі, алғы подшипник, орнату табандары, салқындату қабырғалары, артқы подшипник, желдеткіш қалқандары. Асинхронды қозғалтқыштар құрылысының қарапайымдылығымен және пайдалануға тиімділігімен ерекшеленеді. Асинхронды қозғалтқыш жалпы басты екі бөліктен тұрады. Олар статор және ротор. Асинхронды қозғалтқыштың айналатын бөлігі бұл статор. Статор қозғалтқыштың корпусы, статор орамасы, статор өзекшесі, клемма қорабынан тұрады. Статор өзекшесінің қалыңдығы 0,35-0,5 мм электротехникалық болат пластиналардан жиналады. Пластиналарды қуыс қалатындай тығыздалып жасайды. Құйынды тоқтарды азайту үшін пластина араларына лак, жұқа қағаз және тағы басқа оқшаулағыштармен оқшаулайды. Осы пластинадан жиналған статорды корпусқа мықтап бекітеді. Асинхронды қозғалтқыштың артықшылықтарынан басқа кемшіліктері де бар. Оның ішінде ең үлкені қуат коэффициентінің салыстырмалы төмендігі жатады. Қозғалтқыштың қозғалмалы бөлігі бұл ротор. Асинхронды қозғалтқыштың роторын екі түрде жасайды. Олар қазір көріп отырғаныңыз біріншісі қысқа тұйықталған роторлы асинхронды қозғалтқыш. Бұл жерде статор мен ротор көрсетілген. Ротордың құрылысы, ротор білігі, алдыңғы подшипник шиті, ротордың қысқа тұйықталу орамасы, желдеткіш қалқандары артқы подшипниктен тұрады. Ал статор орамасы, статор магнит өткізгіші станинадан тұрады. Қазіргі кезде қысқа тұйықталған роторлы асинхронды қозғалтқыш кеңінен қолданылады. Себебі оның жұмыс сенімділігі жоғары. Ал екінші түрі фазалы роторлы асинхронды қозғалтқыш. Бұл жерде құрылысы щетка тұтқышы, корпус, статор өзекшесі, ротор өзекшесі, клемма шиті, байланыс сақиналарынан тұрады. Фазалы роторлы асинхронды қозғалтқыш арнайы мақсатқа және жоғары қуатқа арналып жасалады. Фазалы асинхронды электр қозғалтқышының жұмысын қамтамасыз ету үшін
тек бір қуат көзі жеткілікті. Олар тұрмыста сонымен қатар өндірісте де қолданылады. Бір фазалы қозғалтқыш келесі негізгі бөліктерден тұрады. Айналдырушы бөлігі ротор және тұрақты қозғалмайтыны статор. Статор орамы екі бөліктен тұрады. Негізгі және қосалқы орам. Қосалқы орам негізгі орамға перпендикуляр қалпында орналасқан. Қосалқы орамға конденсатор қосылған. Жұмыс қағидасын дұрыс түсіну үшін негізгі және қосалқы орамдарды бір ғана контурлы деп есептейміз. Қосымша орамда тоқ жоқ дейік. Негізгі орам арқылы өтетін айнымалы тоқ айнымалы магнит өрісінің пайда болуына ықпал етеді. Бір фазалы асинхронды электр қозғалтқышының жұмыс қағидасы қарапайым. Бастапқы айналымы бар роторды осы магнит өрісінің ішіне салсақ, бұл жерде қызық бір құбылысты көреміз. Роторда сол бағытта айнала береді. Оның себебін келесідей түсіндіруге болады. Айнымалы магнит өрісі екі қарама-қарсы айналып тұрған магнит өрістерінің қосындысына тең болады. Бұл қағида екі жақты айналмалы өріс теориясы деп аталады. Айналмалы магнит өрісінің роторға әсері қызығушылық тудырады. Магнит өрісі айнымалы болғандықтан электромагнитті индукция ротор өзектерінде электр тоғын туғызады. Осылайша біз магнит өрісін батырылған тоқ өткізгіш өзектерге қол жеткіземіз. Күштің пайда болуына әкеліп соқтырады және ротор айнала бастайды. Бұл жерде екі қарама-қарсы айналып тұрған магнит өрістері бар және олар өндіріп отырған айналдырушы сәттер тең және қарама-қарсы болады. Қосынды нәтижесінде ротордағы нөлдік айналдырушы сәт болып табылады. Сондықтан ротор іске қосылмай тек гуілдеп тұрады. Егер біз осы роторға бастапқы айналуды қандай да бір жолмен қайтара алсақ, бір айналдыру сәті басқасынан үлкен болады. F1 үлкен F2-ден. Нәтижесінде роторда осы бағытта айналуын жалғастырады. Асинхронды қозғалтқыш осылай жұмыс істейді. Схемаларда асинхронды қозғалтқыштардың белгіленуі. Бірінші суретте көрсетілген қысқа тұйықталған роторлы асинхронды қозғалтқыш. Статор орамдары жұлдызша жалғауларымен қосылған. Ал екінші суретте көрсетілгені фазалық роторы бар асинхронды қозғалтқыш. Статор және ротор орамдары жұлдызша жалғауларымен қосылған. Келесі қарастыратынымыз статор орамаларының жалғану сұлбалары. А суретінде көрсетілген үшбұрышты жалғану, Б суретіндегі жұлдызша жалғануы. Төмен кернеулер үшін статор орамасы үшбұрыштап, ал жоғары кернеулер үшін жұлдызша болып қосылады. Белгіленуін, жалғану сұлбаларын дәптерлерімізге сызып аламыз. Асинхронды қозғалтқыштың сырғанауы, S сырғуы, N ротордың айналу жиілігі, N0 статор магнитті өрісін айналу жиілігіне қарай ерекшеленетінін көрсетеді. S аз болған сайын ротор айналуының статордан төмен қалуы соғұрлым аз болады. Формуласын жазып аламыз. Асинхронды қозғалтқыштың пайдалы әсер ету коэффициенті. Қысқаша пәк деп жазамыз. Асинхронды қозғалтқыштың пайдалы әсер коэффициенті номиналды жүріс режимінде 70-90% құрайды. Және де аса қуатты асинхронды қозғалтқыштардың пайдалы әсер коэффициенті үшін 94-96% құрайды. Келесі қарастыратынымыз генератор. Генератор дегеніміз механикалық энергияны электр энергиясына түрлендіретін құрылғы. Қарапайым тілмен айтқанда, тоқ өндіріп шығаратын құрылғы. Генератордың мынандай түрлері бар. Тұрақты тоқ
генераторы және айнымалы тоқ генераторы. Айнымалы тоқ генераторының екі түрі болады: контактілі және контактісіз. Мына жерде көріп отырғаныңыз генератордың құрылысы. Шкив, алдыңғы қақпақ, коллекторы бар ротор және желдеткіш, статор, артқы қақпағы, реле реттегіші, түзеткіш блогы, артқы пластиналық қақпақ. Генератордың жұмыс істеу принципі. Тұрақты тоқ машинасы генераторлық режимде жұмыс жасау үшін бас полюстердің қоздыру орамалары тұрақты тоқ көзіне қосылуы және якорды қандай да бір қозғалтқыштың көмегімен айналдыруы, яғни оған механикалық энергия берілуі керек. Айнымалы тоқ генераторлары электромагниттік индукция көмегімен электр энергиясын шығарады. Электр тоғы пайда болу үшін магнитті өріске қарай шарғыны айналдыру керек. Генератордың жұмыс істеу принципі бойынша толық мағлұмат алу үшін төмендегі сілтемедегі бейнероликті қарауыңызды ұсынамын. Сонымен студенттер, бүгін біз сабағымызда асинхронды қозғалтқыштың құрылысын, жұмыс істеу принципі, схемаларда белгіленуі, статор орамаларының жалғану түрлерін, асинхронды қозғалтқыш сырғанауы және пайдалы әсер коэффициентін, генератордың құрылысын және жұмыс істеу принциптерімен таныстық. Келесі үйге тапсырма: асинхронды қозғалтқыштың артықшылығы мен кемшілігі. Кестеге толтырамыз. Генератор дегеніміз не және қандай түрлері бар? Үй тапсырмасының жауаптарын астында көрсетілген емейлға жіберуіңіз сұралады. Қосымша әдебиет ретінде мына сілтемелерді ұсынамын. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыз.